Қайырлы кеш баршаңызға, қалайсыздар? Біз салған рилсқа енді кәдімгідей біраз адам таңғалып жатыр екен, шок болып, тіптен қолдаушылар бәріңіз не жазарымыз білмей қалдық, мә деген кейінде қалып кетіп жатыр екен. Пока что көріп, комментарий жазып, қолдап отыра беріңіздер, потом кейін барлығын айтып түсіндіретін боламыз. Короче, бір жанмен кездесу менде встреча, свидание десе болады. Ол жанды сіздер қанша ұйықтасаңыздар да түстеріңізге кірмеген шығар. Бәлкім кіріп қойғарым біреулерді. Өстіп гүлшоқтарды алып алдық та, өзі сияқты нәзік розовый гүлдерді алдық. Қазір күтіп отырмын, кешіп келіп жатыр. Бұл видеоны енді кешірек саламын. Қайырлы күн барлықтарыңызға, қалайсыздар? Мен бүгін массажға кешігіп бара жатырмын. Ұйқыдан кеш тұрып, режим ауысып, балаларды енді алып бара жатырмын массажға. Күндеріңізге сәттілік. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Аман есен үй жаққа келдік. Талғардың погодасы суық қатынап. Секан үйінің астында ағын суды бөлек екен. Абетті шомып алып. Шашым содан жәнжіп болып отырмын. Сол қазір үйге кіріп душқа түсіп, киім ауыстырып, тағы бір жерге барамыз. Оны келесі стористардан көресіздер. Сол достар, үйдеміз. Шығып бара жатырық подругаларымызбен и анау зданияға барайық деп жатырық. И білесіздер ма, ол Абу-Даби здания. Қазір жақын сияқты көрініп тұр. Мына мешіт, мысалы, болмаса мына зажигалка, короче, маяқтағы любой жақын болып тұрған здания. Шыққаннан кейін біраз жүргеннен кейін кәдімгідей алыс болады ғой. И барам дегенше, жаяу барам деп ойламаңыздар. Астанада жүрген кезде, мысалы, қыдырып келесіздер, қазір мен ана жаққа жаяу барам, жап-жақын екен деп. Капец алыс болады ғой. Біраз жүріп қаласың. Мен бір рет басында Астанаға келген кезде бәйтеректен қанша тұрған еді, қайсыдан, короче, сол екеуі вообще сол жаққа бару керек, кстати. Сол жақта вообще бір-біріне жақын болып көрінеді. И бірақ жүрген кезде 40 минут жүріп қаласың ғой примерно. Сол, короче. Мен көп байқаймын, инстаграмда маған дайректте именно қыздар көп жазады. Ну, семейный жанағында күйеуі бар, бала шағасы бар. То, что мен изменамен осылай ұстап алдым, либо перепискамен деген сияқты. И мен бір таңғалатыным, біреудікі маған өтті да, короче, ол бүйтіп жіберген ғой. Айгүл екеуміздің неміз сайт измена жасады, менікі тоже деген сияқты. Ол бәрінікі измена жасады, значит, бір-біріне ұқсайды деген сөз емес. Ол әртүрлі ситуация болуы мүмкін да. Ол изменаның өзінің түр-түрі бар деген сияқты ғой. Сол үшін, ол қыз бүйтіп жазған еще. Мен типа измена істеді, мен бардым, ол қыз тауып алдым. И мен сол қыздың барып шашын жұлып қайттым, там ұрыстым, айқайладым, видеоға түсіріп алдым деген сияқты әңгіме айтқан ғой. Бірінші, может, күйеуінен сұрау керек шығарсыз просто. Ол может сені жақсы көре тұра, сені сүйе тұра, саған неше түрлі нәрсені обещать ете тұра, барады да басқа қызға құлағына лапшаны іліп, айналдырып, сонымен жасап келеді. Бірақ дегенмен де ол жерде қызды қатты кінәлауға болмайды, потому что ол білген жоқ қой, то что оның семьясы бар ма, жоқ па, бала шағасы бар ма деген сияқты. Сен барлық спросты неге күйеуінен сұрамай, барып қыздың шашын жұлғанына мен таңғалып тұрмын да. Миллион қызбен келсе бәрін барып шашын жұлып келмейсің ғой. Таңдаған мен осы ер азаматым ғой деп таңдаған ер азамат саған солай істеп тұрса, айлада бір қыз саған не үшін жаны ашу керек деген сияқты ғой. Даже жүріп жүрген жігіті болса да, жігітінен, бірінші күйеуінен просто алмай жатып, қызға қарай барып жүгіріп, жынданып, солай өштерін алып жатқанға мен вообще таңғаламын да. Ойлаймын да, вообще қыздарға желательно өздеріңіз олай түсіріп керек емес. Мысалы, сен ол қызға барып, бәрін выяснять етіп, ұрсып, айқайласқаннан одан дым пайда жоқ. Просто сен өзін түсіріп, өзіңді соны соперница көріп, барып өзіңді түсіріп, зачем мұндай нәрсе? Күйеуінен бүкіл спрос алып алып, по идее, спрос алатындай мен былай ойлаймын да. Не спрос алу керек измена жасаған адамнан? Ол все уже жасады, жасағысы келді, жасады. Одан не үшін жасадың, болмаса қандай мақсатта жасадың деп сұраудың мәні де мағынасы да жоқ сияқты негізінде.
ол үшін қыздар өздеріңіз айтып жатыр, шашын қысқартпашы, ұзындығы нормально қалды, примерно мынандай ма қысқарттым, именно қазір локоныдан көтеріліп тұр да ол ше. И қыздар шаш қысқартудан қорықпаңыздаршы, өтініш, чем андай ұзын ұшталған неухоженный болып тұрғаннан гөрі бір 3 айда бір рет хотя бы шашын андай ухоженный сияқты көрініп тұрады сол кезде, и качествосы да құртылмайды. Ұшын бәрін сіздер неше түрлі там плойкамен неше түрлі бәле жасайсыздар, и ол кезде ұшын бәрі зардап шегеді шашын. И мен осылай қысқарттым, кішкене покраска жасадық, и осындай укладка Айданадан. Енді как всегда топ, өзіме ұнады қатты. Енді біз шаш бәрін істеп, менің құрбыммен тамақ ішуге келдік. Айдана қасында. И осылай тамақ ішіп жатырмыз. Енді мен бешбармақ жемегеніме біраз болған болатын. И бұл кісі айтады, мама, сен бешбармақ заказ берсең, жақсы көретінен ғой, восточный кухня деп мені ресторанға алып келді. Бір жақсы бір семейный ресторан екен, әдемі екен ше. Сол, короче, мен айтамын да, бешбармақта көңілім алған, көп жерге онша емес есем, мына жердің бешбармақ сөйтсем жақсы екен. Біледі екенсіз, сіз қай жерде қайсы жақсы екенін. Ас болсын жаным. Жесең еуіз? Біз сол тамақ ішіп отырып қазір қайтамыз. Айдана өз үйіне қайтады, ал мен енді кішкене походу жүрейін деп тұрмын мен. Мама, қарашы. Қарашы, қаншама адамдар подписка жасап жатыр, сененші. Енді жасайды ғой адамдар. Енді сені көріп жатыр, неғып жатыр. Бірақ енді бұл саған енді вообще реклама ештеңе емес. Мысалы, от души как енді баяғыдан бірге жұмыс істегенбіз, қандай мастер екенді білемін. Көбісі білмейді жүр, кстати, мен барбер болып жұмыс істегенмін. Мужской мастер, бұл кісі женский мастер. Еще визажист, макияж жасайды, прическа жасайды, бәрін жасайды ғой, короче. Сол. Просто сен жұмысың ондай болмаса, мен самайтем деген сияқты ғой. Білемін ғой содан кейін. Сол вообще. Мына жақтан тамақ ішіп шыққам ғой. Сонымен мына апамды көріп қалдым. Рахмет апа. Қаншадан гүлдеріңіз? Жаным бере саған, Алла бере саған. Жаным апам деген айтады. Сендер жақсы көремін деп, қатты көремін деп. Барлығына балет етіп отырам. Балет етіп отырамын дейді. Қыздар, әй балалар, мына қосылайық та. Апа оны айтпай қойын енді. Жаным бере саған. Айтпай қойын. Қаншадан гүлдеріңіз? Знаменитый қызды. Әй бір жақсы көріп суретке түссеңдер. Жоқ, апа қойыңызшы. Қаншадан гүлдеріңіз? Білмей жатыр ғой балалар. 2000-нан. Рет 2000-нан ба? Мен енді. Ештеңе керек емес апа. Өлі жоқ апа, гүліңізді алдым ғой, рахмет. Гүлді алдың, мен саған бір не болсын, талисман сияқты. Жоқ апа, өзіңізді қала берсін. Енді біз саған барлық жақсылық. Жоқ, сізге қарап не ойлап кетмейді ме? Мына гүлді сатып алып жатыр ғой. Сразу сен көп Алла беріп отыр ғой. Тәуіржанды білесіз ба? Тәуіржанды білемін, иә. Сол кісіден үйренгенмін ғой. Сол кісінің қасында жүріп осындай жақсы. Сендер онда оны ұмытып кеттім. Жоқ, мен сені көрмеймін. Жоқ, сен қыз балаға, конечно, Тәуіржандікі дұрыс ол. Тәуіржанға мыңыр не, сәлем айт. Сәлем айтамын. Ой, Тәуіржан. Все жақсы. Мен таксиге кетіп. Давайте. Мен саған қызым. Рахмет. Жағым ертең күшті келін әкесін айналды. Рахмет апа, жақсы сау болыңыз. Ой, мен бақыттымын. Апам бақыттымын деп қояды. Негізі доброе утро деп салатындай не болып тұр ғой, уақыт болып тұр ғой уже, бірақ ой, мына ужас несін қараңыздар, кірін бір әдемі көрсете қойын дегенем жарайды енді. Бірақ мен енді ұйықтайын деп отырмын. Сол үшін спокойно ночи болып тұр. Ужас, менің кожам жаман болып тұр. Маған ренжіп тұр бетімнің кожасы, себебі мен мицеллярная вода, косметика сүртетін, умывашкамды бетімді жуатын, и крем увлажняющий ұмытып кеткен ғой бәрін. И мына жақта бір сабынмен жуа салдым. Енді кожам жаман